солай асар ретинде. Асар ретинде халыкка бир аз болсо да көмөк. Сону асардын не экенин түшүнбөй жатыр казак халкы. Ал эми сиздер асар түшүнбөйсүздөр го. Бул деген мына азыр түшкөн акчаны биригип, сонча канча азым жазылып жатса, сол биригип рети-ретимен адамдарга үй алып бергенге көмөктөшүп жатыр. Сондуктан артык сөздү айтпаңдар. Көпкөрүм казактын кейбир айыл адамдар, кыз адамдар ондай жараспайт. Мына биздин кимдин Алиянын атына көптөгөн сөздөр айтып. Ер адамдар айтып атат көбүнесе. Эркектер ұят эмеспи? Алмайтын болсаң алмай ак кой. Үйүңдө боско жатып ана көчөгө чыгып да бар бана. Забастабай жетип жаткан аялдердин касына барсаң, ошо Назарбаевтан сора, Токаевтан сора. Бул частныйлар өздөрү жумуш істеп жаткан жерге сиз неге сондай сөздөр айтасыңдар? Адамда кичкене ұят деген болу керек. Бесплатно алгысы келет. Бесплатно алгың келеби сен? Накопить 1 миллион теңге акча накопить. Сен аны жилстройбанкка бәленбай жыл саласың ғой. 15 жыл салгандан кейін барып үйгө жиберет. Үйтө онун кейін сол акчаны 2 есе кылып төлөйсүң сен. 10 миллиондук үйдү 20 миллион кылып төлөйсүң. 20 миллиондук 2 пәтерди сен 40 миллион кылып төлөйсүң. Үйтө оны бәленбай жыл төлөйсүң. 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл. Булардын кооперативдин жаңагы Ройдун айтып жатканын угуп отурсуздарбы? Хотя бы 1 жыл 1 миллион 600 мың теңгедей акчаны накопить. Сонун кейін сол үйүңдү неге коет да саған сол үйдүн килтин берет. Ары карай төлөйсүң. Сенин процент уштап отурган жок. Дурус түшүнбөйсүңдөрмү? Сиз өзүңүз ким болуп жумуш жасадыңыз? Мен енді көбүнө авылда турдук кой. Осында келип мен мына маңайымдагы таныстар бар. Осы компаниядан өздөрүмен сөйлөдүм. Аны күнү бир нече адамды көрдүм. Уялган адамдар көрүп көзүм жетип жүр. Кейбирөө мына пирамида дейм, кайда бир сөз чыгарбаган, ол дурус нерсе эмес. Не нәрсені сөйлеу үшін оны доказательство біліп барып сөйлеу керек. Егер сіздерге ұнамайтын болса, осы араға келіп, жүзбе-жүз сөйлесіп, алып жатқан адамдардан сұрап, убедить етіп, соның кейін барып алып сөйлеу. Біреудің атына кінә, өтірік жала жапқан деген өзіңе күнә болады. Алла тағала бәрін көріп тұр, ұят болады халқым. Дұрыс сөйлеңіздер. Мен жасым үлкен, мына қыздардың бәрін көріп, осылардың жұмыс істеп жатқанын, руководительдерін көрдім. Әрбір жерде офистерін көріп, бәрін етіп, өзім қарап жүрмін. Содан кейін үй алған адамдармен сөйлесіп, содан кейін осындай ойға келіп отырмын. Албаты сөзді қояйық. Қазақтар ұят болады. Осы сөзді білгіш болсаң, неге Тоқаевтың атына, неге Назарбаевтың атына айтпайсыңдар? Неге ана министрге айтпайсыңдар? Неге ана финанс министрге айтпайсыңдар? Неге ана пенсионный фондтағы ақшаны бер деп айтпайсыңдар? Бәленбай жыл адамдар 20 жыл, 30 жыл жинаған 5 миллион, 10 миллион теңге ақшаларынан алмай жатыр халық. А сендерге бұны жұмыс істеп жатқан адамдарға кінә артасыңдар. Бұл дұрыс емес.